Ислам дінінде қастерлі екі мереке болса, соның бірегейі және ұлығы Құрбан айт. Ертең Құрбан айттың алғашқы таңында еліміздің барлық мешіттерінде айт намазы оқылады. Алдағы 3 күнде мұсылманның атқаратын ең жақсы ісі құрбан шалу. Пенденің шалған құрбандығы қиямет күні оның пайдасына куәлік береді делінеді. Пайғамбар айтады, Алланың салауаты сәлем болсын, кімнің құрбандыққа шамасы жетіп тұрып шалмаса дейді, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын дейді. Яғни бұл жердегі маңызды нәрсе бұл нысап мөлшері. Нысап мөлшері бұл 85 грамм алтын. Яғни ол қаржылай есептегенде шамамен 1.300.000 шамасында болады екен. Кімде жалпы осы қаржы болатын болса, ол күнделікті қажеттіліктерінен тыс болатын болса, демек ол адамға құрбандық шалу міндет, уәжіп болады екен. Құрбан айт игілік пен мейірім мерекесі, ал құрбандық құлшылық амал. Ірі шаһардағы ағайынға оңтайлы болу үшін құрбан шалу рәсімін қашықтан өткізуге арналған құрбан2023.kz сайты жұмыс істеп тұр. Азаматтар осы сайт арқылы малын таңдай алады. Құрбандық шалынған соң оның фото және бейне есебі тапсырыс беруші көрсеткен нөмірге жіберіледі. Астана қаласы құрбандық мейрамына өте жоғары деңгейде біз дайынбыз. Қала бойынша бізде 5 қасапхана жұмыс жасайды. Сонымен қатар құрбан 2023 арнайы сайты бар. Жазылып тұр, құрбан етіне мұқтаж адамдар. Мысалы, кімге құрбандық еті керек болатын болса, отбасылық жағдай ауыр болатын болса, сол сайтқа тіркелу арқылы өзінің сұранысын білдіре алады. Құрбан айт үлкен Алланың бізге берген сыйы. Бұл күнге жеткен барша қазақ еліне, қазақстандарға Алла екі дүниенің жақсылығын берсін, отбасыларына, рызық несібелеріне Алла береке берсін. Біздің жалпы қазақ халқының көрер қызығы таусылмағай. Құрбан шалу рәсімін тиісті деңгейде атқару үшін республика бойынша 21 штаб құрылды. Онда 2300-ге жуық қызметкер жұмыс істейді. Діни басқарма құрбан шалатын орындарды дайындап, мұқтаж жандардың тізімін жасақтады. Дін, бірлік пен береке орнаған қоғамда ғана өркендейді.